Сәлем қатындар, мырзалар мен сүтқоректілер. Подписчиктер мен коммент жазушылардың сұрауы бойынша бүгін мен сендерге Killer 7 деген прикольный аниме айтып беремін. Құрт пен шай дайындаңдар. Бұл әлемдегі жігіт памятін жоғалтып, өткенін ұмытып қалған. Бұл әлемде адамдар және әртүрлі жануарлар мен жаратылыстар бірге өмір сүреді. Севен өткені туралы білгісі келеді, бірақ оның естеліктерін қалпына келтіруге көмектесетін операция үшін басқа елге кетуге ақшасы жоқ. Сол үшін ол жалдамалы өлтіруші, киллер болады. Оның Дайбо есімді әтеш досы бар. Ол Angry Birds ойыннан қашып кеткен секілді ғой. Осылайша Дайбоның кеңесі бойынша Севен олардың заңсыз жұмысын бүркемелеу үшін шаштараз ашады. Және бақытымызға орай Севен қайшы ұстай алады. Дайбо Севенге оны кез келген нәрсеге айналдыра алатын өзгерту жұмыртқаларын береді. Тіпті прикольный балапанға. Бұл оны жеткізіп салуы мүмкін, өйткені балапан шалады. Бірінші тапсырма бойынша ол қалыңдықтың шашын кесу керек. Севен тойға жасырын түрде кіргенде, тойдың бейне жазбасына көңіл ауып, абайсызда күйеу жігіттің, одан кейін қалыңдықтың шашын кеседі. Ол ашулы адамдардан аман қалу үшін қашып, Стэн деген ботқа тап болып, бот Севеннің өлтірушілер лигасының белгісін көріп, шабуылдай бастайды. Кенеттен бетперде киген өлтіруші пайда болып, ботты жояды. Бетперде киген өлтіруші Севенді өлтірмекші болып, одан жетон туралы сұрайды. Бірақ Севен балапанының арқасында аман қалады. Осы кезде Китти есімді мысықтар патшайымы қамқорлығындағылардан тауықтар аралына шыққан иттер патшасын өлтіру нұсқаларын сұрайды. Оған Джон Уикті немесе Якудзаны жалдауды ұсынғанда, ол олардың ұсыныстарын қабылдамай лақтырып тастайды. В общем, ол иттер патшасын өлтіру үшін Севенді жалдайды. Сөйтіп, миссияда Севен күзетшілерге байқалмайтындай болу үшін итке айналады. Оны үш күзетші ит тауып алып, патшаға апарады. Олар оның атын сұрайды. Ол құтырған өру дейді. Иттердің көсем оны тұншықтырып, менің атым ол дейді. Содан кейін Севен құтырған өрөдің көзін ойып алуға тырысады, бірақ ойты алмады. Себебі көсем шымыр және качок. Бұл екеуі төбелесе бастайды. Және иттер патшасы Севеннен Китти оған берген суретті табады да, Севенді оған Китти жіберген түсінеді. Құтырған өру көңілі босап, Китти екеуі ұзақ уақыт бойы бір-біріне ғашық болған. Бірақ олар балалы бола алмайтын білгенде, құтырған өру Киттиге деген махаббатын әлде сезінгеніне қарамастан оны тастап кеткен айтады. Миссияның сәтсіз болғанын түсінген Севен қашып, құтырған өрүге айналып, Киттиге келіп, махаббат туралы және оны тастап кету себептері туралы ән айтады. Кейінірек маска киген өлтіруші қайтадан пайда болады. Ол құтырған өрүді ұстап алғысы келеді. Китти Севенге бұл өлтірушінің есімі 13, және ол өлтірушілердің рейтингінде 37 екенін мәлімдейді. Патшайымның күзетшілері оған қарсы шамалары жетпейді. Севен өз-өзіне айналады, бірақ 13 оған шабуылдайды. Олардың төбелесі кезінде Севен номер 13-ші өлтірушінің бетпердесін шешеді әйтеуір. Ол әдемі қыз екен. Жігіт оны свиданияға шақырады, бірақ жауап ретінде тепкілер алады. Осы кезде оған балапан жабысып, Севенді осы жерден аулақ алып кетеді. Қыз жұлдыздарын лақтырады. Содан Севен құлайды. 13 оған шабуылдауда, бірақ Севеннің балапаны, айтқандай оның есімі Сяофэй, качокқа айналып, оны қорғайды. Қыз шегінуді жөн көріп, ақ көгершін деп құсымен бірге ұшып кетеді. Кейін акиматтағы тәтешкі Севенға шаштаразға барып, оған сурет береді. Жігіт суретті көріп, оны тура солай шашын алып береді. Бірақ тәтешкі Дзян фотосуреттегі адамды өлтіргісі келген екен, шаш алғысы емес. Дзян Севенге бұл адам түрсе ұрлағыш дейді, және ол оны өлтіргенін қалайтын айтады. Әйтпесе Севеннің шаштаразын тартып алам дейді. Севен Дзян тапсырыс берген жігіт оны үйіне алып кете алу үшін өзін түрсеге айналдырады. Үйде бұл ұятсыз Севен түрсиді кигелі жатыр, бірақ оны біреу есікті қағып бөледі. Ер адам Севен түрсиді тез тығып есікті ашады. Сонда Дзян мен акиматтағы оның қарамағындағылары: ер адам ешқашан түрсе ұрламадым, дүкеннен сатып алдым дейді. Бірақ тәтешкі оған сенбей, түрселер ілулі тұрған қабырғасын өртеу үшін факелді лақтырады. Осы кезде Севен қайшыны факелға лақтырып, оны құлатады. Бұл Дзянды таңғалдыра жаздады. Өйткені ол Севенге сенбей, оны бақылап отыру үшін оған маяқ қойған. Севен мен Дзянның адамдары арасында ұрыс басталып, жігіт жеңеді. Соңында ол ер адамға басқа ұятсызды тек ұятсыз түсінетінін айтып, кетіп қалады. Севеннің келесі міндеті Чен әжейді жою. Ол Чикен Айлендтің көшесінде апельсин сатады. Оның қасына сатып алушы келіп, бір апельсиннің дәмін татып, оның қышқыл екенін айтады. Әже одан осы апельсин үшін $200 төлеуін сұрайды. Бірақ ол әжеге алаяқ деп оны айыптайды. Чен себетін теуіп, басқалардың назарын аудару үшін жігіт оны ұрып соққандай кейіп танытып құлай қалады.
Көпшілік жинала бастағанда жігіт оған барлық жемістер үшін төлеуге мәжбүр болады. Чен өзінің қулығымен мына лоққа күледі. Коробкаға айналған Севен бұны байқалап, әженің соңынан ереді. Чен коробканы байқап, оны бүктеп сөмкесіне салады. Ол мектептен Сяолун есімді немересін күтіп алуға барады. Ол оны күтіп тұрғанда, бір ит оның сөмкесін жұлып алмақшы болады. Севен коробкадан өзіне айналады. Чен шаш қыстырғышын оның иығына қадап, жыртылған сөмке үшін ақша талап етеді. Севен қаяқтан ақша? Галяк, өзім операция жасауға ақша жоқ деп түсіндіріп атқанда, әже оны ұрып соғады. Бақытымызға орай мектеп қоңырауы Севенді Ченнен құтқарып, әже немересін қарсы алуға жүгіреді. Ол немересінің күлкілі прическасын көріп, жынданып шашын кім алып берген сұрайды. Сяолун саусағын Севенге көрсетеді. Ал әже ашулана шешіне бастап, қара киімін көрсетеді. Севен Чен әжені өлтіруді тапсырған адам оның немересі болған түсінеді. Осы кезде Дайбо араласып, Севенге көмектесуді ұйғарады. Ол немересінің қасында ғимараттың төбесінен арбалетпен атады. Әжесі оны денесімен жауып қалады. Бірақ Севен қайшыны лақтырып, Дайбоның жебелерінің оларға тиюіне жол бермейді. Севен оларды өлтіру үшін тым мейірімді. Келесі тапсырмада Севен Кола есімді әсем жас қызды өлтірмекші. Ол өзінің ауруынан өлгенше, қастандықпен өлу күштірек деп ойлап, Севенге өзін өлтіруді тапсырды. Бірақ өлтіру алдында Кола одан тілектер тізімін орындауға көмектесуін сұрайды. Севен келіседі. Сонымен олар тілектер тізімін бірге орындайды. Олар бірге тұрып сиеді. Сосын Коланы бір жұттымен бірге ішеді. Сосын Севен көшеде жалаңаш жүреді, ал Кола оны TikTok үшін видеоға түсіреді. Сосын олар қымбат мейрамханада кешкі ас ішіп, есеп шотты төлемей сол жерден қашып кетеді. Сосын Кола Севен айналған ойыншық арыстан отырып, хайуанаттар бағын аралайды. Бірақ сонда шын арыстан пайда болады. Ол бұл орғашы деп ойлап, арыстан кейпіндегі Севенге Қ витаминін береді. Коланың соңғы тілегі келеді. Ол парашютпен секіргісі келеді. Севен Сяофейді шақырып, олар аспанға көтеріледі. Соңында Кола енді өлгісі келмейтін айтып, қатерлі ісікке шалдыққан айтады. Өлтіруші Севен оны аяп, емдеу үшін ғажайып дәрігерге апарады. Кейінірек Севеннің ақшасы жоқ болғандықтан, ол Дайбо екеуі жергілікті жағажайда кокос сатады. Севен жартылай жалаңаш қызға күннен қорғайтын крем жағу мүмкіндігін пайдаланады. Ал Дайбо жағдайды пайдаланып, әдемі қыздарды бақылап, бәріне қырындайды. Кейін оны Чен ағаның тапсырмасы үшін Сяофей сүйреп алып кетеді. Ол Севенге су асты қайығының ішіне кіріп, капитанды өлтіру үшін ақша береді. Осы миссияда Севен балыққа айналып, суда ол батып бара жатқанда кейіп танытады. Және бір көзді сүңгуір қайық экипажының мүшесі Аджунның назарын аударады. Оны ақжиғар салады да, олардың арасында балық үшін төбелес басталады. Өйткені олар одан қандай тағам дайындау керектігі туралы дауласады. Бірақ содан кейін Севен өлтіруі керек капитан Джек келіп, балықты кесуге тырысады. Севен өзінің бастапқы түріне оралып, қайшымен Джекке шабуылдайды. Бірақ капитан оны қабырғаға лақтырып жібереді. Джек баяғыда оған бір өлтіруші шабуыл жасаған есіне алады. Оның түрі Севен сияқты болған. Сол капитанның ішін тіліп жіберген. Бірақ Севенді ұрғаннан кейін ол бұл жай ғана егіз екенін түсінеді. Өйткені бұл жігіт бұрынғысына қарағанда әлсіз. Севен оған кім қозғалса ұтылатын ойын ұсынады. Өлтіруші орынсыз түр жасау арқылы жеңеді. Соның салдарынан Джек кері шегінді. Содан кейін ол капитан Джектен шегінуді сұрайды, және ол оған бағынады. Севеннің келесі тапсырмасында байдың әйелі көзіне шөп салған күйеуін өлтіруді өтінеді, және күйеуінің отбасылық әшекейлерін балғарықпен кесіп оған әкелуді сұрайды. Бірақ Севен күйеуіне әлі жақындай алмады, өйткені оны Дачун деген оққа қары күзетеді. Олар төбелескенде Севен жорстко таяқ жейді. Сосын Дачун 7 күндік блок деп аталатын удушай шай жасайды. Енді келесі күндері Дачун Севенді ұстап, онымен бірге уақыт өткізеді. Жуынып жатқанда Севеннің сабыны жерге түсіп қап, Дачун оған қызы жоқ екенін ескертеді. Кейін өлтіруші 13 пайда болады. Бірақ Дачунның қатты арқасының арқасында 13 Севенді кесе алмайды. Оның қылышы сынып, ол қашып кетеді. Келесі күні кешке айлақта олар өздерінің осындай жағдайға қалай тап болғанын талқылайды. Дачун ақша тапқысы келгендіктен оққағар болғанын айтады. Кенет олар аралға қарай зымыран ұшып бара жатқанын көреді. Дачун әдет қалса да ауру қалмайды дегендей барлығын қауіптен қорғауды ұйғарып, өзін оның алдына қояды. Жарылыстан кейін Сяофей келіп, Дачунды судан шығарып құтқарады. Дайбо балапанды, миың тауықтың миында ма? Мұна качокты емес, Севенді құтқармайсың ба деп ұрсады. Осы уақытта Стэн ханзадасы пайда болады, және Севен одан аралды неге жарып жібергісі келгенін сұрайды.
бет әлпетті танудың арқасында Ханзада Севаның жеке басын Сюаньву өлтіруші ретінде анықтайды және оған оқ жаудыра бастайды. Ол оқтан жалтырған кезде ол ақырындап өткенін есіне алады. Сяофэй қайықтағы Севанды құтқарады, ал Дайбо оған оның әлемінде 3 түрлі адам бар екенін айтады. Біріншісі Сюаньву жауынгерлері, екіншісі Севан және Сяофэй сияқты қарапайым адамдар, және үшінші стендер. Қазір технологияға сенетін стендер мен рухани күшке сенетін Сюаньву арасында соғыс жүріп жатыр. Ханзада Стен өзінің лазерін үлкен тасқа бағыттап, аралдың барлық тұрғындарына эвакуациялануды жариялайды. Өйткені оның лазері тастың ортасына жеткенде арал суға батады. Мысықтар ханшайымы Китти мен құтырған ұру оны тоқтатуға тырысады. Бірақ олар сәтсіздікке ұшыраған кезде Чен аға да оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ лазер сәулесін алады. Тіпті Кола оған махаббат сиқырын қолданғысы келеді. Бірақ бұл да көмектеспеді. Осы кезде Дайбо Севенге оны 2 жыл бұрын жағадан ес-түссіз күйде тапқан айтады. Және ол Севенге жаңа есімен тұлға берді. Дайбо оған бір кездері Севенді тауып алған кезде жанында болған қылышын қайтарып береді. Ал Севен осы қылышпен Стенге шабуыл жасайды. Бірақ оның қылышы сынып қалды. 13-те осында. Ол Стенге шабуылдайды. Качок балапан Сяофэйде. Бірақ үшеуі технологиялық Стенді жеңе алмады. Севен оған Дачуннан үйренген 7 күндік блок деген удушающий жасайды. Және қайшысын шақырып, олар ұшып кеп, Стен Ханзадамен өзін теседі. Севен жерге құлайды, ал Стен тұрып, ода горилланың жүрегі екен, және ол оңайшылықпен тез өлмейтін айтады. Севен осы уақытта өзінің өткенін есіне түсіріп, Сюаньвудың көшбасшысы және ең күшті өлтірушісі ретінде оянады. Және Стенді жұлдыздарға жіберіп, оның көтін айырады. Осылайша ол тауықтар аралын қираудан сақтап қалды. 13 өзінің трансценденттік көзқарасымен ол барлық көріністі бастығына көрсетеді. Ол оған Севенді өлтіруді бұйырады. Кейінірек Севен оянып, жергілікті тұрғындардың оны көргеніне қуанышты екенін көріп, қайшысын алады. Осы жерден анименің бірінші маусымы аяқталады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңдар. Қай кейіпкер өздеріңе жақын? Айтпақшы, 2-ші маусымды шығару керек пе? Жалпы бұл анимеде қазір 4 маусым ғой, көргендеріңе рахмет.